Саламатсыздар ма? Мен жаңаөзен бөлімінің Сәлесен каналының творчестволық оқушы Есеш Бадоевпін. Және де менің бүгінгі ғылыми жоба тақырыбым жер серігі атмосфера регенераторы. Ғылыми жобаның өзектілігі қазіргі таңда антропогендік ластанудан озон қабаты жұқарып жатыр және жаһандық жылыну басталып жатыр. Мына сайтта көріп тұрғаныңыздай, озон қабатында озон тесігі пайда болған. Атмосфера ластану түрлері техногендік газдар арқылы, мысал ретінде көмірқышқыл газ бен метан, аэрозоль мен фреондар. Ауаны тазарту табиғи әдіс және орбитальдық фотокатализ. Табиғи әдіс ағаш арқылы фотосинтез реакциясын жүргізу әдісі. Оның артықшылықтары экологиялық таза және өте арзан. Бірақ оның кемшіліктері оған өте көп уақыт қажет етеді. Және де біздің версиямыз орбитальдық фотокатализ деген реакция бойынша жұмыс жасайды. Оның жұмыс принципі 80-120 км биіктікте мезосфера мен термосфера арасында күн энергиясы мен катализаторлар арқылы көмірқышқыл газды тікелей оттегі мен көміртегі бөліп шығару реакциясы. Оның артықшылықтары ол өзге әсерден қарағанда өте тиімді. Кемшіліктеріне келетін болсақ, ол жоғары техникалық шығындарға келеді. Орбитальдық фотокатализ қайда және қалай жұмыс жасайды? Жаңа кеткендей 80-120 км биіктікте мезосфера мен термосфера арасында жұмыс жасайды. Оның жұмыс істеу принципі 4 кезеңге бөлуге алады. Газды ұстау, сәулелену, электрондық реакция және бөліну. Газды ұстау ол сырттағы көмірқышқыл газдарды ішіне тартып алады. Одан кейін сырттан күннен алған, күн панельдері арқылы күннен алған күн энергиясын ішіне тартып алады. Және сол күн энергиясы ішінде пластинаға барып, сол жақта электрондарды қоздырады. Ол электрондар көмірқышқыл газ арасында байланыстарды ыдыратады. Бөліп шыққан көміртекті қайда қолдана аламыз? Нанотехнологиялар, графия және нанотөтікшелер, батареялар, биокөмір және көмірпластик. Нанотехнология, графия және нанотөтікшелер. Графия деген өте жұқа, өте иілгіш және де болаттан 200 мықты материал. Оны көбінесе медицинада қолданады. Ол өте қымбат, бірақ біз оны өз версиямызда өндіре аламыз. Жобаның болжамдығына 110-225 миллиард теңге аралығын қамтиды. Ол ғылыми зерттеулер, құрастыру және технология және орбитал ұшыру сияқты жұмыс принциптері қоса отырғанда осы баға шықты. Және де біздің макеттің жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, көріп тұрғаныңыздай, екі шетте күн панельдері орналасқан. Олар сырттан күн энергиясын ішіне тартып алады. Және де ішінде мына вентилятор сияқты нәрсе тұр. Ол сырттан келген көмірқышқыл газды ішіне тартып алады. Және де ана жақта пластина күн энергиясын қолдана отырып, электрондарды қоздырып, көмірқышқыл газды тікелей көміртекпен оттегіге бөліп шығарады. Қорытындылай келсек, біздің версиямыз жаһандық деңгейде тазартады. Мысал ретінде айтсақ, атмосфераның жоғарғы қабаттарында көмірқышқыл газ деңгейін азайтады. Және де ресурс тиімділігі. Бізге ең қажетті оттегі мен көміртегіні ол өзі бөліп шығарады. Және менің ұсынысым ғарыштық мониторингті күшейту, экологиялық флот құру, Маңғыстау облысындағы ғарыштық экология